осыдан бір жыл бұрын орталық Африка елінің Банги қаласына отбасымен бірге кеткен Айман Ілиясқызы өзінің Африкадағы өмірін кітап бетіне түсірген болатын. 100 беттен тұратын кітапта Африка елінің табиғатын ғана емес, мәдениеті, оқу деңгейі, қарапайым халықтың тұрмыс-тіршілігі жайлы ерекше баяндайды. Таралымы 4000 дана болып шыққан кітап қалың оқырманның жүрегінен жылы орын тапты. Алғашқы сезім аэропорттан түскеннен жаңағы күтіп алған адамдар болды бізді. Сол үйімізге апара жатқанда жолдың кетіп бара жатқанда енді айтып жеткізудің өзі бір қызық та. Сондай адамдардың өте төмендігі, кедейлігі сол елге кіргеннен көрінеді да, сондай бір. Өте кедей. Өте кедей. Африкада жүріп, өзінің оқушыларына қазақша сөйлетіп, онымен қоймай, ұлы ақын Абайдың өлеңін жаттатып, өзінің әлеуметтік желідегі оқырмандарымен бөліскен болатын. Абай Құнанбайұлы. Білім өте төмен, ашық айтайын. Әлі қара тақтамен бор қолданылады. Халықтың сауатын француз тілімен ашуға тырысады. Енді отары болғандықтан өз егемендіктерін алған, алса да әлі күнге сол елдің отары. Африкадағы әрбір сәтін таспаға басып, одан қалды әлеуметтік желілерде бөлісіп, сондағы 21 ғасыр тіршілігін көрсетуге тырысады. Кітаптың әрбір беттерінен адамның жан дүниесіндегі тебіреністі көресің. Африкаға өзіміз бармасақ та, әуесқой түсірілімнен ондағы халықтың жағдайын көре аламыз. Бұл көріністер бізге шүкіршілік сезімін ұялататыны сөзсіз. Арнайы сіздер үшін Айбике Ермекқызы.